Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз сағат неше. Қаралатын грамматикамыз біздің барыс септігі және шығыс септігі. Барыс септігі дательный падеж жұрнақтары суффиксы ға-ге, қа-ке. Сұрақтары неге, қайда. Уақытты айтуда до какого часа. Мысалы, 3-ке к 3, 4-ке к 4, 6-ға к 6. Мысалға айтатын болсақ, сағат 3-ке 10 минут қалды. До 3 осталось 10 минут. Если мы говорим, сколько осталось до следующего часа, используется дательный падеж суффиксы ға-ге, қа-ке. Формула сағат плюс келесі сағат жазылады. Ға-ге, қа-ке 10 минут қалды. Келесі шығыс септік исходный падеж. Жұрнақтары у них суффиксы дан-ден, тан-ден. Отвечает на вопросы кімнен, неден, қайдан. Уақытты айтуда после какого часа. Мысалға, 2-ден после 2, 3-ден после 3. Мысалға, сағат 2-ден 10 минут кетті. 2 часа 10 минут. Сағат 4-ден 20 минут кетті. 4 часа 20 минут. Если мы говорим, сколько минут прошло после часа, используется исходный падеж дан-ден, тан-ден. Формула сағат плюс, дополняем какой? Падеж дан-ден, тан-ден минут кетті. Келесі бізде жарым. Жарым это половина. Мысалы, сағат 2:30. Сағат 9:30. В казахском языке 2:30, в отличие от русского языка, где говорят половина четверти, в казахском языке называют это текущий час. Қалды және кетті. Қалды ол осталось до, кетті прошло после. Мысалға, сағат 4-тен 5 минут қалды. 5-5 4. Сағат 4-тен 5 минут кетті. Ол 4 часа 5 минут. Енді келесі бізде осы тапсырмалы, осы грамматика бойынша біз тапсырмалар орындаймыз. Бізде қазір жазылым бөлігі. Жазылым бөлігі екінші тапсырма. Жазыңыз және оқыңыз дейді. Бұл жерде жазылым бойынша алдарыңызға берілген таратылған қағаз арқылы жазылымды орындаймыз. Это сначала монитора пишем, да? Ну что такое? 12, я не пойму. 11, если 12 болады, екеуі бір жерде тұрады. Стрелкасы. Нет, там когда две большие часа, тут все. Может, они другой хочет? 15. Что, 15, скажите? Құрметті тыңдаушылар, жазған тапсырмаларыңызды кім тақтаға шығып өзінің тапсырмасын орындайды? Бишкекте сағат 11:30. Тақтан ұстап тұрайын. Бакуде сағат 8:30. Дұрыс. Астанада сағат тура 11. İstanbul'da сағат тура 8. Парижде сағат тура 10. Астанада сағат тура 11. Ташкентте сағат тура 2. Сағат 9:30. Римде сағат 7:30. Өте жақсы.
Дубайда сағат 4:30, Киевте сағат 5:30. Келесі бізде оқылым бөлігі. Дайын сөз орындарын оқыңыз, есте сақтаңыз. Екі тыңдаушы бізде диалог арқылы осы оқылымды оқимыз. Вопросы ты задаешь? Ну, Или ладно. отвечаю я. Начинай. Циферками надо отвечать. Ну, эти циферки я знаю. Oldu. Пояс нешеде, Пояс 5'te. ушак нешеде, Uşak 12:30'da. нешеде кездесеміз, Saat 12'de кездесеміз. неше минутка кешегеді, 25 минутка кешегеді. әуежайда нешеде боласыз, Әуежайда сағат 14'te боламын. Келесі бізде тыңдалым бөлігі. Бірінші аудио қосамын, сол тыңдалымды тыңдаймыз, одан кейін диалог арқылы екі тыңдаушы оқитын болады. Және үшінші. Алматыдан қашан қайтамыз? 29 қазан күні сағат 19:07-де қайтамыз. Жақсы. Ислам пойызға билет алдыңыз ба? Я алдым. Нешіншісін алдыңыз? 27 қазан сағат 15:00-де жүреді. Нешінші вагон? 9 вагон. Нешінші орын? Астыңғы орындар 1 және 3. Алматыдан қашан қайтамыз? 29 қазан күні сағат 19:07-де. Жақсы. Ал құрметті тыңдаушылар, бізде келесі айтылым бөлігі. Экранда сіздерге көрсетілген тапсырмаларды уақытын айтатын боламыз. Бірінші суретте сағат неше? Кім айтады? Қол көтереміз, кім айтады? Ирина. 11'de 7 minut кетті. Өте жақсы. Екінші суретте сағат неше? 11'de 37 minut қалды. Өте жақсы. Кешегі 27 minut қалды. Ирина Викторовна, рахмет. Келесі. Бізде келесі сурет. Сағат неше? Әлсі Тимофей айтыңыз. Это будет 7'ден да 7 минут кетті. Кім жөндейді? Жоқ, 7 емес. Айтыңыздар. 6'dan Дұрыс. 6-дан неше кетті? 7 минут кетті. Өте жақсы. Рахмет. Келесі. Ирина Владимировна, сағат неше? сағат тура 3. Өте жақсы. Назарларыңызға сағат неше? Сағат 3:35 минут кетті. Дұрыс. Дұрыс. Маленькая стрелка. сағат 6, наоборот. жеті, Мына жерде сағат неше? Екінші суретте. сағат 3, тура 3. Дұрыс. Тура 3 деп айтамыз, иә? Жақсы, рахмет. Ал бүгін сабағымызды қорытындылайық. Бүгін біз сабақта не үйрендік? Сағатты. Бүгін біз сағат неше? Сағатты үйрендік. Сосын тура жарым. Сосын кетті қалды. Қалды. Болды, иә? Өте жақсы. Ал сіздерге енді үй тапсырмасын берейік. 90-шы беттегі 10-шы тапсырма сәйкестендіру тапсырмасын орындап келеміз. Бүгін сабақ аяқталды.